рухани әлсіздік, рухтың әлсіздігінің кесірінен болып жатқан жағдайлар ғой. Қайсарлықта, рухани мықты болуда қалай үйренеміз? Бізге қандай ақыл кеңес айтасыз? Қалай үйренгенде енді менің бір мотиваторларым бар. Менің 5 балапаным. Арқаңда 5 балаң тұрған кезде сен ешқандай құқығың жоқ. Артқа қарай шегінетін, тек қана алға. Тем более өзің қиыншылықты көргеннен кейін мен балаларым көрмесін, осылардың жолдары ашық болсын, оқуды оқысын, жақсы киімді де кисін, жақсы тамақты да кисін, ешкімнен ештеңе кем болмасын деп өсіріп жатқан аналарымыз өте көп қой. Бірақ қазіргі заманда мына әлеуметтік өміріміз, әлеуметтік өзіміздің еліміздегі жағдай көп әйелдердің аяғынан шалып жатырды. Бірінші кезден ол жолдастарының дұрыс болмауы, араққа салынуы, жұмыссыздық, ең бірінші проблема ол үйі жоқ, шаңырақ жоқ, өзінің отбасының квартирада. Қазақтың қаншама қара домалақ балалары квартирада қаңғып жүр. Жаңағы көгеріп кеткен банясын әктеп кіргізе салады. Педофилдардың бәрі біздің таныстарымыз ғой. В основном көріп отырған әке-шешесі қаншада кетеді, қаншада келеді. Көбінесе 90% дейді, жаңағы әлеуметтік желідегі оқып атқанымыз 90% ол үйімізге кіріп шығып жатқан ағайындыларымыз, туысқандарымыз, аталары зорлап жатқан, көрші қолан деген сияқты да. Сол үшін мен білмеймін, өзіңнің жанұяң сенің кәдімгі, сен соның қорғаны болуың керек қой. Ана деген ол қорған. Әрине айтады, мен балаларым қасында азаннан кешке дейін отырсам, мен балаларымды кім бағады дейді. Ол да бар. Бірақ қазір енді өкіметтің беріп жатқан неше түрлі бір жағдайлары бар. Садикке орналастыру, 2 баласы барса, 3-шісін тегін деген сияқты, жаңағы неше түрлі кружоктар бар деген сияқты тегін. Солардың бәріне іле беру керек балаларды. Балалар біздің өз құқығын білу керек. Бізде көбінесе үйінде буллингке ұшыраған балалар үйінде қалай болса солай әке-шешесі относиться етіп, ұрып, жаңағы зекіп, не қылған балалар в основном педофилдардың құрбаны болып жатыр. Өйткені шеттегі аға айтады, ой, сен жақсысың, сен молодецсің, сен ақылдысың дейді. Үйінде естімеген нәрсені бөтен аға айтқан кезде олар сояққа қарай құлап кетеді. Соны түсінбейді көп ата-аналар. Балалармен қарым-қатынас өте аз. Бұлай отырып мен кейде енді кешке жақын жұмыстан келгеннен кейін 2-3 сағат біз отырып шай ішеміз балаларымызбен. Неше түрлі темаларға сөйлесеміз, ішіндегісін айтады, балалар проблемасын айтады, болған оқиғалар айтады, жаңа мектепте, жан-жақта. Сол кезде мен айтамын да, что-то біз көп отырып кеттік, мына отырысымыз дұрыс емес десек, ең кішкентай 5-ші қызым айтады, мама, бұл біздің қарым-қатынасымыз ғой, бір-бірімізбен общениеміз ғой. Кешіріңіздер. Мен баламен ананың негізінде проблемасымен күніге сталкиваться етіп жатыр қой. Сонда көп аналар көздерінде мұңы бар. Үйінде тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген аналар. Солар айтады, мен ажырасқым келеді, балаларым күнделікті жаңағы айқай-шуымызды естиді, әкесінің жаңағы мен ұрып атқан, одан кейін олар маған жақтаса, оларды салып жіберген. Одан кейін бар ғой, бір нәрсе бар. Көбінесе сондай қатты күйзелісте жүрген жанұялардың қыздары тез бұзылып кетеді. Өйткені ана ортадан кеткісі келеді да үйінен қашып бастайды. Мен өзім жасөспірімдер комиссиясының мүшесімін 3 жылдан бері. Сол жерде де әртүрлі жанұялар келеді, әртүрлі проблемасымен. Көбінесе міне 10 жаңағы жанұяның проблемасын талқыласақ, балалардың тағдырын сол жерде талқыласақ, сол кезде енді өтірік айтпасам 30-40% сол 3-4 семьясы, солар көбінесе аналары тәрбие қолынан келмей жатыр, тәрбиелеу, әкесі жоқ. Енді 100% әкесі жоқ
жанұялар ғой, жалғыз басты аналар тәрбиелеп отырған. Сонда айтады, мен қолымнан келмей жатыр балам тәрбиелеуге, маған санға ма, детский домға ма бір жаққа орналастырып беріңіздерші деп. Сонда аналардың бір ғана жаңағы выход бар, біреуге беру, ответственностьті біреуге салу, да, ысырып қою. Көп дейсіз ғой. Өте көп. Қазір мен айтып жатырмын ғой, бізге де орталыққа келеді, алдында маған бір келіншек келді, әп-әдемі, 2 егіз баласы бар, сұп-сұлу 3 жаста егіз, әп-әдемі. Соларды маған бір 6 айға бір жерге орналастырып беріңізші, мен бір жігітпен сөйлесіп бастап жатыр едім. Ол балаларың болмаса, мен сенімен қосылам деп айтыпты. Сонда ана балаларды жаңағы балалар үйіне орналастырып беруге сұрап кепті. Енді мен ол өзі тағы как раз случай болды ғой, жаңағы өз балаларын тұншықтырып қойған. Содан кейін енді мен ана балаларды құтқаруым керек болды да, өйткені мен ойладым, қазір мен ол балаларға көмектеспесем, шешесі алады да басқа шешім шығарып қоюы мүмкін. Олардың жаналық жаналар дедім ғой. Түбі бір құтылғысы келіп отыр. Түбі бір құтылу керек болып тұр да оған. Сосын жаңағы Амина апаймен сөйлесіп, сол жаққа қарай орналастырдық. Сосын айттым, енді 6 айда өзіңнің жаңағы өміріңді дұрыстайды деп мен ойламаймын, өйткені ондай еркекпен сен қосылсаң, балаларыңды алмауың мүмкін. Бірақ сен ондай адаммен қосылмай-ақ қойшы дедім. Сені жақсы көрсе, сені қабылдаса, сен балаларыңды қабылдауың керек. Бірақ менің айтарым, 2-3 баласы бар, тем более қыз асырап отырған аналар күйеуге шықпай-ақ қойса екен деп ойлаймын. 2-ші күйеуге, 3-ші күйеуге 100% мен айтарым, ол қыздарға ол еркектің көзі түседі. Ол қыз ертең есейеді, жаңағы қыз болып жаңағы өсіп, жасөспірім болып, әп-әдемі болып, жаңағы мектеп бітірген кезде көбісі айтады, мамам жоқ кезде, жұмысқа кеткен кезде қасыма жатты, сипалады. Енді ол педофилия емес не? Сіздің алдыңызға келді, иә? Келді ондай, иә. Сосын бір қыз келді, 14 жаста, мені сол үйден алып кетіңіздер. Сол үшін бізде қазір идея болып жатқан, негізінде біз сол идеяны қолдап, бізге қолдау беріп, сондай бір үй, үлкендеу бір коттедж алып арендаға, сол балаларды орналастыруға көмектесетін адам, финансово, қаржылай көмектесетін адам іздегенбіз. Өйткені ол балалардың тағдыры қатты бізді ойландырды. Сол кезде жаңағы ана қыз айтты, мамам жоқ кезде маған тиіседі. Мамама айтсам, мамам айтады дейді, сен мен қызғанып атсың ана еркектен деп айтады екен. Сонда көп әйелдер қыздарын өзінің бір соперницасы сияқты көреді екен. Түсінесіз ба? Ана еркек бүйтіп айтады екен, мен сені 3 жастан бастап асырадым, ертең мамаң анау мынау болып кетсе, сен менің әйелім боласың деп миына құйған екен да. Түсіндіңіз ба? Сол үшін мен сұрайтыным аналарға, ажырасқан жағдайда неше түрлі тағдыр болады, ол ажырасасын, қосыласын, бірақ туған әкесінде ешқандай еркек болмайды. Мен оның көзім 100% жетті. Ертең қыздарыңыздың психикасы бұзылып, еркек адаммен дұрыс қарым-қатынас құра алмай, жанұя құра алмай, ертең тағдырлар быт-шыт шығады. Ол редко, когда тура әкесіндей өліп тіріліп сол қызды өсіреді, ол редко. Мен сенбеймін ол 100% екен. Сол үшін қыздарға айтарым, өз балаларымыз, өз жаңағы қарнымызды жарып, соларды дүниеге әкелгеннен кейін өлсек те, тірілсек те, Алладан денсаулық сұрап, соларды аяққа тұрғызуға жаңағы күш салу керек.